Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Біздің бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз құқықты түсінушіліктің негізгі концепциялары. Жоспар бойынша 3 сұрақ қарастырамыз. Бірінші сұрақ: қазіргі замандағы құқық түсінушілікке жалпы сипаттама. Екінші сұрақ: құқықтың қағидаттарының түсінігі және түрлері. Үшінші сұрақ: құқықтың функцияларының түсінігі және түрлері. Құқықтық нормаларды қолдану үшін оның мазмұнын түсініп алуымыз керек. Онсыз құқықтық қатынастарға қатысу мүмкін емес. Түсінік берудің объектісі заңдар және заңға негізделген актілер. Түсінік берудің өзі екі бөлімнен тұрады. Пайымдау, түсіндіру. Пайымдау дегеніміз құқықтық норманы қолданушы субъектінің санасындағы ішкі ойлау процесі. Пайымдау құқықтың барлық түрлерін іске асыру жағдайында өте қажет. Ол бақылауда, орындауда, пайдалануда білінеді. Түсіндіру адамның өзіне емес, басқа құқықтық қатынастарға түсушілерге түсінік беру. Жазбаша түрде арнаулы актілерде, құжаттарда, құқықтық актілерде көрінеді, ал ауызша кеңес нұсқауларда айтылады. Сөйтіп, құқықтық нормаларға түсінік беру мемлекеттің еркін білдіретін нормативтік актілерге түсінік беру. Бір билік басында отырған әлеуметтік күштердің, еркін білдіретін мемлекеттік органдардың, лауазымды тұлғалардың, қоғамдық ұйымдардың, жеке азаматтардың құқықтық нормалардың мазмұнына түсінік беру үшін бағытталған қызметі. Түсінік берудің негізгі мақсаты және оның әлеуметтік бағыты талқыланып жатқан құқықтық актінің құқықтық реттеу жүйесіндегі орны, оның қолдану тәсілдері, ондағы құқық пен міндеттердің орындалуы, жауапкершіліктің түрлері тағы басқаларын көрсетіледі. Түсінік берудің негізгі міндеті заң шығарушының не айтқысы келгенін анықтау. Түсінік беру процесі арқылы құқықтық нормаларға өзгерулер мен түзетулер енгізу мүмкін емес. Онда тек заңда не айтылса, соны толықтырып мазмұнын ашу. Құқықтық нормаларға түсінік берудің екі бағыты болады. Біріншісі, өзі үшін адамның құқықтық норманы оқып білуі. Екіншісі, басқа адамдарға құқықтық нормалардың мазмұнын, мақсатын түсіндіру. Түсінік беру процесіне қатысушылар өте сауатты, тәжірибелі, мол болу керек. Сонда ғана олар түсінікті жоғары дәрежеде бере алады. Құқықтық нормаларға түсінік берудің тәсілдері бұл құқықтық нормалардың мазмұнын анықтауға бағытталған әдістер мен құралдардың жиынтығы. Олар мынандай келесі тәсілдерді бөліп көрсетеді. Грамматикалық түсінік беру, акті жазбасын морфологиялық және синтаксистік құрылымын түсіндіруге бағытталған арнаулы тәсілдердің жиынтығы. Мұнда тіл құралдары, грамматика ережелері, орфография тағы басқа арқылы түсіндіріледі. Логикалық түсінік беру құқықтық нормалардың мәнін пайымдау үшін логика заңдары мен ережелерін өз бетінше пайдалану. Жүйелік талқылау заң нормаларының басқа құқықтық нормалармен жүйелі түрдегі байланысын талдау арқылы түсіндіруі. Барлық нормалар жүйелі түрде түсіндіруді әсіресе сілтеме және бланкеттік нормалар қажет етеді. Арнаулы заңдық талқылау заң ғылымының кәсіптік білімділігіне және заң шығармашылық техникаға негізделеді. Онда заң шығармашының еркін білдіретін тәсілдер жиынтығы қолданылады. Саяси тарихи талқылау құқықтық норманы қабылдау тұсындағы нақты тарихи және саяси жағдайларды талдау арқылы түсіндіру. Саяси күштерді орналастыру актінің пайда болуына әсер еткен әлеуметтік, экономикалық және саяси күштерді көрсету. Телеологиялық мақсатты бағыт нормативті актіні шығарудың мақсатты бағытының көмегімен түсіндіру. Әлеуметтік институт ретінде құқық мемлекетпен бірге пайда болды, өйткені олар бір-бірімен тиімді әрекетін қамтамасыз етеді. Мемлекет құқықсыз болмайды, керісінше құқық мемлекетсіз болмайды. Құқықтың пайда болу себебі мемлекеттің пайда болу себебімен байланысты. Құқық ең алдымен экономикалық үстем таптың мүддесін еркін білдіретін таптық құбылыс ретінде пайда болды.
Бұған дәлел ретінде құл иеленушілік және феодал мемлекеттер кезінде болған құқықтық актілерді келтіруге болады. Егер құқықтық нормалар жазбаша нысанда рәсімделсе, онда әдет нормалар адамның санасы мен мінез-құлықтарында сақталады. Құқық әдетке қарағанда күрделі реттеуші, өйткені ол тыйым салу, рұқсат беру және міндеттеу сияқты әдістерден тұрады. Бұл әдістер қоғамдық қатынастарды тәртіпке келтіруде кен мүмкіндік жасайды. Құқықтың пайда болуы күрделі әлеуметтік қарым-қатынастардың, қоғамдағы қарама-қайшылықтардың дамуының салдары. Құқықтық нормалар үш негізгі жолымен қалыптасады. Мононормалардың әдет нормаларына дейін өсуі және оларды мемлекеттің ресми түрде тануы, мемлекеттің құқық шығармашылығы, яғни құқықтық нормалардың тұратын арнайы құжаттарды қабылдау, сот құқығы, құқықты прецедентті нақты шешімдердің тұруы. Құқықтың пайда болуы мен дамуына әртүрлі географиялық, мәдени, тарихи және өзге де факторлар әсер етеді. Мысалы, шығыста дін, әдет және салт дәстүрдің орны ерекше болды және құқық олардың әсерінен пайда болды. Бұнда құқықтың басты қайнар көзі өнегелілік діни нормалар. Европа елдерінде құқықтың пайда болуына және дамуына мемлекеттік органдардың құқық шығармашылығы және сот прецеденті әсер етті. Құқықтың пайда болуы туралы теориялар бар. Әлеуметтік құбылыс ретінде құқықтың пайда болуы туралы бір қатар көзқарастар қалыптасқан. Бұл көзқарастар мәңгілік сипатта болады, өйткені адамзат қоғам дамуының әр кезеңінде құқық туралы жаңа қасиеттер ашыла бастады. Құқық туралы көзқарастардың көп болуы әртүрлі ұлттық және діни салт дәстүрге, тарихи, әлеуметтік, психологиялық ерекшеліктерге, философиялық және идеологиялық көзқарастарға байланысты. Бұл көзқарастар дамып теорияға айналды. Олардың ішінде материалистік, табиғи, құқықтық, тарихи, нормативтік, материалистік, психологиялық және әлеуметтік теорияларды атап өтуге болады. Құқықтың пайда болуының материалистік теориясы 19-20 ғасырларда толық қалыптасты. Өкілдері Маркс, Ленин, Энгельс. Құқық бұл үстем таптың еркі, яғни таптық құбылыс деп түсіндіріледі. Құқықта бейнеленген тап еркінің мазмұны материалдық өндірістік қатынастардың сипатымен айқындалады. Құқықтың пайда болуының тарихи теориясы 17-18 ғасырларда толық қалыптасты. Бұл теорияның өкілдері Гоббс, Лок, Радищев. Олардың айтуынша құқық пен заңды жеке болып қарастыру керек. Позитивті құқықпен қатар, яғни мемлекет қабылдайтын заңмен қатар адамға тиесілі ең жоғарғы табиғи құқықтар болады. Бұл құқықтар адамға табиғаттан беріледі және бөлінбейтін құқықтар деп саналады. Бұл құқық теориясын жақтаушылар мемлекет қабылдайтын құқыққа қоса адамға тумысынан берілетін табиғи құқықта болады деп санаған. Құқықтың пайда болуының тарихи теориясы 18-19 ғасырларда толық қалыптасты. Аталмыш теорияның өкілдері Гуго, Савини, Пухта. Олардың айтуынша құқық бұл тарихи құбылыс. Ол тіл сияқты шартпен белгіленбейді, ешкіммен нұсқаумен енгізілмейді, біртіндеп пайда болып дамиды. Сондай-ақ құқық бұл ең алдымен әдет құқығы, заң әдет құқығынан туындайды. Бұл теорияның өкілдері адам құқығын жоққа шығарады, өйткені сол кезде кейбір әлеуметтік топтарда ешқандай табиғи құқықтары болмайды. Құқықтың пайда болуының нормативтік теориясы 20 ғасырда толық қалыптасты. Оның негізгі өкілдері Кельвин, Штамлер, Новгородцев. Олардың айтуынша құқық бұл заң шығарушы қабылдаған құқықтық нормалардың жүйесі. Нақты айтқанда, Кельвиннің концепциясына сәйкес құқық нормалар жүйесі пирамидасы ретінде түсіндіріледі. Оның ең басында заң шығарушы қабылданған негізгі егеменді норма тұрады және бұл жердегі әрбір төменгі норма өз заңдылығын заңды күші жоғары нормадан алады.
Құқық туралы нормативистік бағыттың мазмұны ақиқатқа мемлекет қабылдаған нормативтік актілер негізінде қарау арқылы анықталады. Бұл құқық нормалар жүйесінде ең жоғарғы орынды конституция иеленеді. Барлық қалған құқық конституцияға сәйкес келіп, оған қайшы келмейді. Құқықтық нормалар жүйесінде негізгі орынды жеке актілер, оның ішінде сот шешімі, шарт, әкімшілік ережелер иеленеді. Оларға құқықта жатады және олар негізгі заңға сәйкес келмеуі мүмкін. Құқықтың қағидаттарының түсінігі және түрлері. Қоғамдық өмірде жаңа қатынастар пайда болып дамып отырады. Сондықтан заңгер кезінде реттеп үлгеруі керек. Халыққа нормативті актілердің мазмұнын толық жеткізу үшін мемлекеттің тиісті органдар тарапынан жұмыстар жүргізіледі. Түсінік берудің екі түрі болады: ресми түсінік беру, бейресми түсінік беру. Ресми түсінікті акті қабылдаған орган ол аутентикалық түсінік беру деген атау алады. Не болмаса заңдарды немесе нормативті актілерді түсіндіруге міндетті органдар легалдық түсінік береді. Нормативтік түсінік беру арнаулы тұлғаларға және жағдайларға байланысты емес, жалпыға бірдей жүргізіледі. Ол құқықтық нормаларға ұқсас болады. Бұл түсініктің қорытындысы қаулы нұсқау түрінде шығады. Оның мемлекеттік заңдық күші болады. Казуалдық түсінік беру – бұл түсіндіру тек бір мәселенің көлеміндегі ғана беріледі. Басқа істерге оның күші болмайды, яғни оның негізгі мақсаты нақты іске дұрыс шешу. Аутентикалық түсінік беру – нормативтік актіні қабылдаған мемлекеттік органның өзінің түсінік беруі. Легалдық түсінік беру – норманы белгілі мемлекеттік орган қабылданған мен оған түсінікті басқа орган береді. Дәл сөзбе-сөз түсінік беру – заңның мазмұны мен нысанының бір-біріне дәл түсуі, тура келуі. Шектеулі түсінік беру – норманың мазмұнының шектелуі. Кеңейтілген түсінік беру – норманың мазмұнының кеңейтіліп берілуі. Арнаулы заңды түсінік беру – нормативтік актілерді ұғымдарға түсінік беру. Құқықтың қағидаттары – бұл құқықтың ерекше әлеуметтік реттеуші ретіндегі мәнін көрсететін негізгі бастамалар, ережелер, идеялар. Олар құқықтың заңдылығын, табиғатын және әлеуметтік мәнін көрсетеді және заңдардың өзінде тікелей көрініс тапқан немесе олардың мәнінен туындайтын жүріс-тұрыс ережелері болып табылады. Таралу саласына қарай жалпы құқықтық салааралық және салалық қағидаттарды бөліп қарастырады. Жалпы құқықтық қағидаттар барлық құқық салаларында күшке ие болып келеді. Оларға келесі қағидалар жатады: әділеттілік, азаматтардың заң мен сот алдындағы заңды теңдігі, ізгілік, гуманизм, демократиялық құқықтар мен міндеттердің біртұтастығы, сендіру мен мәжбүрлеуі үйлестіру. Слайдта көрсетілгендей. Салааралық қағидаттар бірнеше құқық саласының ерекше мәнді белгілерін сипаттайды. Олардың арасынан жарыспалылық және сот өндірісінің жариялылығы және тағы басқа қағидаттарды бөліп атауға болады. Салалық қағидаттар тек бір саланың шеңберінде ғана әрекет етеді. Мысалы, азаматтық құқықта мүліктік қатынастардағы тараптардың теңдігі қағидаты, қылмыстық құқықта кінәсіздік презумпциясы. Құқық қағидаттары қоғамдық қатынастарды реттеуге қатысады, себебі олар құқықтық әсер етудің жалпы бағыттарын анықтап қана қоймай, нақты бір іс бойынша шешімнің негіздемесіне енуі мүмкін. Келесі үшінші сұрақ: құқықтың функцияларының түсінігі және түрлері. Құқықтық функциялар дегеніміз құқықтың қоғамдық қатынастары реттеудегі рөлін көрсететін құқықтық әсер етудің негізгі бағыттары. Құқықтық функцияларын түрлері бөлудің негізінде жатқан екі жақты шартты түрде бөлініп қарастыруға болады.
Сыртқы жақ. Бұған сәйкес құқықтың әлеуметтік функциялары анықталады. Олар экономикалық, құқық өндірістік қатынастарды реттейді, меншік нысанын бекітеді. Саяси құқық саяси қатынастарды, саяси жүйе субъектілерінің қызметін реттейді және тәрбиелік құқық белгілі бір идеологияны көрсетеді. Тұлғаларға арнайы педагогикалық әсер етеді және тағы басқа функциялар. Ішкі жақ бұл құқықтың табиғатынан туындайды. Олар реттеуші және қорғаушы функциялар. Реттеуші функция бұл позитивтік мінез-құлық ережелерін орнықтырудан қоғамның, мемлекеттің, тұлғаның мүдделеріне сәйкес қатынастарды дамытуға жәрдем беру мақсатында құқық субъектілеріне субъективті құқықтар беруден және заңды міндеттер жүктеуден көрініс табатын құқықтық әсер етуден әлеуметтік мақсатпен байланысты бағыттар. Бұл функцияның шеңберінде оның екі түріне бөліп қарастырады: реттеуші статистикалық және реттеуші динамикалық функциялар. Реттеуші статистикалық функция құқықтың қоғамдық қатынастарға оларды белгілі бір құқықтық институттарда бекіту жолымен әсер етуінен көрінеді. Статистикалық функцияны жүзеге асыруда Конституцияда бекітілген саяси құқықтар мен бостандықтар институты ерекше мәнге ие. Реттеуші динамикалық функция құқықтың қоғамдық қатынастарға құқық субъектілерінің белсенді мінез-құлықпен қамтамасыз ету жолымен әсер етуінен көрінеді. Ол азаматтық, әкімшілік, еңбек құқықтың институттарынан көрініс табады. Қорғаушы функция бұл ерекше маңызды экономикалық, саяси, ұлттық және жеке қатынастарды қорғауға, заңды қорғау мен заңды жауапкершіліктің шамасын, оларды жүктеу мен орындаудың тәртібін орнықтыруға бағытталған құқықтық әсер етудің әлеуметтік мақсатпен байланысты бағыты. Құқық көптеген адамдармен жағдайларға таралатын, ұзақ уақыт бойы әрекет ететін құқықтық нормалардың мінез-құлық ережелерінің күрделі әр алуан жүйесі. Құқық нормасы құқықтың бастапқы элементі. Сондықтан да құқыққа тән анықтама, белгілер құқықтық нормаға да тән. Сонымен құқық нормасы бұл жалпыға міндетті, формальды анықталған, мемлекет бекіткен не санкциялаған және қоғамдық қатынастарды реттеуге бағытталған мінез-құлық ережелері. Құқықтық норма әлеуметтік нормалардан бір түрі, бірақ өзіне ғана тән белгілері бар. Осы тақырыпты толық меңгеру үшін слайдтың соңында сұрақтар ұсынылған әдебиеттер тізімі берілген. Назарларыңызға рахмет.